Қазақтардың егіншілікке жаппай көшуі басталған кезең 20 ғасырдың басында. Көшпелі мал шаруашылығы ұлы дала тұрғындарының тіршілігін қамтамасыз етудің дәстүрлі жүйесі ретінде қалыптасты. Табиғи географиялық фактордың әсерінен. Ежелден егіншілік дамыған Қазақстанның негізгі аймақтары: оңтүстік Қазақстан мен Жетісу жері. Уықты иетін құрылғының атауы: тез. Көшпелі өмірге бейімделген ерте заманнан келе жатқан көшпелілердің баспанасы: киіз үй. Араб географы Әл-Мақдиси бұл қала туралы былай деп жазған: 7 қабырғамен қоршалған үлкен қала, оның рабады бар. Мешіт ішкі қалада орналасқан. Бұл қай қала туралы айтылған? Әрине, Сауран қаласы. Ұлы жібек жолын қалпына келтіру бағдарламасын әзірлеу және іске асыру жөніндегі түркі тілдес мемлекеттер президенттерінің бірлескен декларациясы қабылданды. 1996 жылы Ташкент қаласында. Ірі бай шаруаларды тәркілеу туралы декрет қабылданды. 1928 жылы. Түркістан-Сібір темір жолы салынды. 1927-1930 жылдары. Қазақстан Республикасының дүниежүзілік сауда ұйымына кірген жылы. 2015 жыл. Поляк ақыны, қырғыз және дала поэмаларының авторы Густав Зелинский. Ұйғырлардың Қазақстан аумағына алғаш қоныс аударған жылы. 1881 жыл. Орта Азия республикаларын ұлттық аумақтық межелеу өткен жыл. 1924 жыл. 1959 жылғы бүкіл одақтық санақ бойынша республика аумағындағы халық саны 9,3 миллион. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдары Қазақстан аумағына күштеп қоныс аударылған ұлттар саны 60-тан астам. Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасының авторы Жандарбек Мәлібеков. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында Қазақстандағы халық санының азаюының негізгі себебі Европалық ұлт азаматтарының елден кетуі. Нұрлы көш мемлекеттік бағдарламасы бекітілді. 2008 жылы. Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған жыл 1995 жылы. Қазақстан халқы ассамблеясының парламент мәжілісіндегі өкілдерінің саны 9 өкіл.